Бәріңізге сәлем. Бүгін сосиски в тесте жасаймыз. Бірінші жылы сүтке ашытқы қосамыз. Сосын шекер салып араластырып, бетін жауып жылы жерге 15 минутқа қалдырамыз. Содан соң сүтімізді аздап араластырып, күнбағыс майы мен тұзды саламыз. Енді ұн қосып қамыр илейміз. Осындай қолға жабыспайтын қамыр болуы керек. Ыдысқа салып бетін жауып, 1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді 10 немесе 12 бөлікке бөліп дөңгелектеп аламыз да, бетін жауып тағы 15 минутқа қалдырамыз. Сосын қамырларымызды ұзын етіп жайып шығамыз. Видеода көрсеткенімдей сосискамызды ораймыз. Табаға салып бетін жауып тағы 10 минутқа қалдырамыз. Бетіне жұмыртқаның сары-уызы мен сүтті араластырып жағып шығамыз. Және аздап күнжіт сеуіп жіберсеңіздер болады. 170 градуста қызып тұрған пеште 25 минутта пісіріп аламыз. Сосискаларымыз дайын, жұп-жұмсақ әрі өте дәмді болып шықты. Осы рецептімен жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Видеоларым ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп пікір қалдырып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.